Вольф Мессинг Совет одағында өмір сүрген әйгілі көріпкел. Жұрт оны қателеспейтін көріпкел деп атайды. Тіпті оны пайғамбар деп айтқандар да болды. Себебі оның дәл шыққан болжамдары тіпті Сталиннің өзін таңғалдырған. Біз бүгінгі видеода Вольф Мессингтің өміріне тоқталып, оның келесі жылға жасаған болжамын айтамыз. Вольф Мессинг 1899 жылы Польшада дүниеге келеді. Кейіннен екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Совет одағына қашып келіп, осында өмір сүреді. Оның гипноз жасайтын қабілеті болған. Оны бірде Сталин Кремльге шақырады. Сол кезде ол Сталиннің кабинетіне жеткенше бірнеше күзетшіге гипноз жасап, ешқандай тексерусіз өтеді. Ұшқан шыбын өте алмайтын Кремльден Мессингтің өткеніне таң қалған Сталин оны өз қамқорлығына алады. Оған барлық жағдайды жасап, Совет одағының болашағына қатысты ақыл кеңестер алып отырған. Мессинг өзіне ақша керек болған кезде, орталық банкке барып, банк қызметкерлерін гипноздап тастап, ол жерден 100 000 рубль алып кеткен екен. Бірақ артынша ақшаны дереу банкке қайтарып беріпті. Мессингтің осы әрекеті ел ішінде аңыз болып айтылып жүрді. Мессинг өзінің осы қасиетін жаман іс әрекеттерге пайдаланбаған. Ол тек мемлекеттің мүддесі үшін жұмыс істеген. Ол соғыс кезінде ел аралап цирк қойып, одан түскен ақшаның бәрін мемлекетке беріп отырған. Мессингтің жинаған ақшасына Совет одағы әскери ұшақ жасап шығарған. Мессинг өмір сүрген жылдары Қытай әлсіз мемлекет еді. Екінші дүниежүзілік соғыста Жапония Қытайды жаулап алуға сәл қалды. Егер Совет одағы мен Америка көмектеспегенде, қазіргі Қытайдың жері Жапонияның жері болар еді. Сол кезде Мессинг болашақта Қытай әлемді басып алады деп айтты. Және де осы Қытай Ресейдің түбіне жетеді деп болжады. Сол кезде бәрі Мессингке күлді. Өйткені екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Ресей әлемдік державаға айналды. Ал Қытай қирап жатты. Және де Ресейдің ядролық қаруы болды. Олар Мессингті есінен адасқан деп айыптады. Бірақ көп ұзамай Мессингтің айтқаны дәл шықты. Бүгінде Қытай әлемдегі нөмірі 2 державаға айналды. Олар бүкіл әлемді өздерінің тауарларымен жаулап алды. Қазір мысалы қазақ келіндері тек қана Pinduoduo сайтымен Қытайдан тауар алдырады. Бүкіл базарларда Қытай өнімдері толып тұр. Жейтін тамағымыз да Қытайдан. Әсіресе студенттер қытайлық лапшаны күнде ішеді. Яғни Қытай біздің өмірімізге қатты еніп кетті. Және де Қытай қазір Ресейді жаймен бағындырып келеді. Өйткені бүкіл әлем Ресейге санкция салып теріс бұрылған кезде Қытай ғана оларға құшағын ашты. Бірақ соның кесірінен Ресей Қытайға мұнайын арзан бағаға беріп жатыр. Сонымен қатар Қытайлар Ресейдің қалың орманын бұтап жатыр. Осының кесірінен миллиондаған гектар жер зардап шегуде. Және де Қытай Ресейдің ең тұнық көл Байкалына ауыз салғысы келіп отыр. Егер Қытай осылай кете берсе әлемдегі экологияны құртады. Қазір Қытайлар Қазақстанда зауыттар салғысы келіп, кең байтақ жерімізге көз алартып отыр. Бүгінде елімізде Қытай машиналары қаптап кетті. Қытай телефондары да қаптап жатыр. Киетін киімдерімізді де Қытайдан алып келеміз. Қазақ қыздары да Қытайларға тұрмысқа шығып жатыр. Қара Қытай қаптаса, сары орыспен жылап көрсесің деп кезінде ата-бабамыз айтып кеткен еді. Расында да қара Қытай Алматыны құмырсқадай қаптаса, күніміз қараң болады. Сондықтан да қазақ елі шекарасын бекемдеп ұстау керек. Вольф Мессингтің айтуынша, Қытай алдағы 50 жылда қатты дамып, ешкімді менсінбетін болады. Себебі Қытайды соңғы жылдары мықты басшылар басқарып жатыр. Мысалы, Си Цзиньпин ешкімге есесін жібермейтін қу патша. Қазірдің өзінде ол Путинді тізек бүктіріп айтқанын істетіп отыр. Қытай еркектері қазір Владивостокта орыс әйелдеріне үйленіп, қиыр шығысты игеріп отыр. Қытайлар осылай Ресейді елдерді оңай басып алады. Содан кейін олардың басты жауы Жапония мен Тайвань болмақ. Себебі Жапония Қытайдың ата жауы. Екі мемлекет бір-бірін иттің етінен жек көреді. Соғыс біткен соң Жапония ғылым білімге көңіл бөлді. Нәтижесінде Toyota сияқты автомобильдер шығарды. Жапондық Toyota Camry бүкіл қазақтың сүйікті машинасына айналды. Сосын Samsung деген телефонды шығарды. Қысқаша айтқанда, Жапония бүкіл әлемді өзінің техникаларымен басып алды.
Бірақ соңғы кездері оларға Қытай кедергі жасауда. Нәтижесінде қос мемлекет бір-бірімен бәсекес болды. Үшінші дүниежүзілік соғысты Қытай Жапонияға қарсы бастайды. Олар Жапонияға ядролық бомба тастап, Жапонияны жер бетінен жойып жібереді. Сосын көршісі Тайваньды жояды. Сол кезде бүкіл әлем Қытайға қарсы шығады. Ресей де Қытайдан кегін алмақшы болып Қытайға соғыс жариялайды. Бірақ Қытай оңайлықпен берілмейді. Оларда адам да, ақша да, техника да көп болады. Вольф Мессинг үшінші дүниежүзілік соғыста кім жеңетінін айтпады. Бірақ Эйнштейн деген ғұлама бұл туралы былай деген. Үшінші дүниежүзілік соғыста қандай қару қолданатынын білмеймін, бірақ төртінші дүниежүзілік соғыста адамдар таяқпен соғысады деп айтқан. Яғни Эйнштейн үшінші дүниежүзілік соғыста жер планетасы жойылып кетіп, тіршілік жаңадан басталады деген. Расында да, ядролық қару жерді құртып жіберетін күшке ие. Вольф Мессинг Ресей елі жанындағы көршілерін өзіне бағындыратынын да айтқан. Бірақ Ресей көршілерін соғыспен емес, бейбіт жолмен бағындырады. Оның айтқаны тура шықты. Ресейді Қазақстан, Қырғызстан, Беларусь, Тәжікстан секілді елдерді экономикалық одақ арқылы басқарып отыр. Ресей әлі күнге дейін Қазақстанды қаңтар қырғынынан ОДКБ әскері аман алып қалды деп айтады. Өкінішке қарай, біз экономикалық тұрғыда Ресейге бағынышты болып отырғанымыз жасырын емес. Мессингтің айтуынша, Ресей мен Қазақстан соғыспайды. Олар бейбіт түрде қарым-қатынасты сақтап отырады дейді. 2020 жылдардың ортасында Ресейде болашақты болжай алатын ұлы пайғамбар пайда болады. Бұл туралы Мессинг өз естелігінде жазып кетті. Оның болжамы бойынша бұл пайғамбар өз ілімін жасайды және ол өте тез арада бүкіл әлемге тарай бастайды. Оның ілімі көптеген адамдарды біріктіреді. Яғни әлемде ислам, христиан, будда секілді жаңа төртінші үлкен дін пайда болады. Орыс пайғамбарының күш-жігерінің арқасында қақтығыстарға, соғыстарға, жемқорлық пен билік үшін таласқа жол берілмейтін жаңа әлемдік тәртіп құрылады. Бүкіл әлемде әл-ауқат пен өркендеу дәуірі басталады. Бұл әсіресе Ресей Федерациясында айқын сезілетін болады. Дегенмен әлі күнге дейін Ресей жерінде ешқандай пайғамбар тектес адам пайда болған жоқ. Ислам дінінде соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейкум уассалам пайғамбар деп айтылады. Одан кейін ешқандай пайғамбар келмейді. Келсе тек әулие деңгейіндегі адамдар ғана келеді. Мессингтің айтуынша, адамдар ең жақсы өмір сүретін ел Ресей болады. Ресей қауіпсіздік пен жайлылықтың тірегіне айналады. Бүкіл әлем елдері Ресейге көшкісі келеді. Себебі Еуропа іріп-шіри бастайды. Еуропаны босқындар қаптап кетеді. Алақандай Еуропада тұру мүмкін болмай қалады. Дегенмен Вольф Мессингтің барлық айтқанына сенуге болмайды. Себебі ол Ресейде өмір сүрген соң оның болжамдарының бәрі Ресейдің мүддесін қорғайды. Тіпті Совет одағы кезінде оның естелігін, болжамдарын Ресейдің адамдары өздері жазып, оны Мессинг айтты деуі әбден мүмкін. Дегенмен Мессингтің көптеген болжамдары дәл шыққанын айта кету керек. Не де болса әлемде тыныштық болсын деп тілейміз.